Қайырлы күн оқырман, сізге қарап үй жинауға шабыт аламын деген қыздарға арналған кереметтей видео болайын деп тұр. Соңына дейін қараңыздар. Қыздар, маған осындай пікірлер өте көп келеді. Не Құдайдың азабы таңертең ертемен тұрып барлығын көңіл табу үшін жүгіріп деген сияқты. Қыздар, бұл жерде мен өзімнің үйімнің шаруасын жасап жатырмын ғой, басқа біреудікі не емес. Және көңілін тапсам өзімнің бала-шағамның көңілін тауып жатырмын ғой, таңертең ертемен тұрып тамақ шайын дайындап деген сияқты. Мен өзім сағат 10-11-ге дейін ұйықтай алмайды екенмін. Өзімде ойбай таңертең ертемен тұрам, сағат 6-та демеймін, сағат 7:30-да тұрамын. Қызымды садикке апарып тастап, сонымен басталады ғой үйдің шаруасының барлығын жасай бересің, күнде бір шаруа айналып келе береді. Сонымен-ақ біздің уақытымыздың барлығы өтеді ғой қыздар. Қыздар, кейінгі мына сөздеріңізді қойыңыздаршы. Мәссаған, сен бәріне қалай үлгересің, мүмкін емес қой үлгеру деген сияқтышы. Барлығына үлгеруге болады қыздар, жай ғана біздің миымызда шектеу бар ғой, мен үлгермеймін деген сияқты. Осы жұмыстардың барлығын сіздер күнделікті жасап жүрсіздер ғой, жай ғана сіздердің көздеріңізде көрінбейді. Сол үшін мен үлгермеймін деген нәрсе миымызда қалып кеткен.